Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бұл видеода мен Каспийде 100 периодтан асып кетіп 10% налог төлемеу үшін алдымен өзіңізді тексеріп алыңыз. Googleға біз риск налогоплательщика деп іздеп жазамыз. Сол жерде міне степень риска налогоплательщика по результатам категории деп тұр. Соны басамыз. Осы жерде өзіміздің иінімізді тереміз. Яғни робот дегенді басып, поиск батырмасын басамыз. Астында сізде осында шығады. Егер сізде не жерде низкая деп тұрса, сіз биыл тексерілмейді. Средняя деп тұрса 50-50, 100 высокая деп тұрса, онда 100% сізді тексереді. Ал енді Каспийда біз қанша перевод жасадыңыз, қанша перевод түсті сізге, соны білу үшін Каспий Голдқа кіреміз. Осы жерде мой банкты таңдап, Каспий Голдты кіреміз Каспий Голдтың ішіне. Сол жерде выписка дегенді басамыз. Мына жерді басып, бізге қандай период қажет, соны белгілейміз. Мысалы, 1 жылға. Сосын сізге қандай тілде керек, соны таңдап, скачать PDF деді басасыз. Сізде осындай PDF форматында файл болады. Жоғарыда үш точканы басып, отправить файлды таңдайсыз. Телеграмды таңдап, сол жерде поискқа 100 переводов деп жазасыз. Сол кезде сізде осындай шығады, осыны белгілеп, осы документті соған жібересіз. Сізге жібергеннен кейін осындай сізге қанша перевод, мысалы қай айда қанша перевод, соның бәрін шығарып береді. Видео пайдалы болса досыңызбен бөлісіп, лайк басып, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.